Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеу техникасының даму тарихы. Жаңа тақырыпты бастамастан бұрын өткен тақырыпты есімізге түсірейік. Өз орындарға тиісті сөздерді орналастырып, сөйлемдерді толықтырыңдар. Төменде сіздерге сөздер берілген, қай сөз қай сөйлемге тән табамыз. Жақсы, жарайсыздар. Бүгінгі сабақта білеміз есептеу техникасының даму тарихын, алғашқы есептеу техникасын. Компьютер сөзінің ағылшынша мағынасы есептеу дегенді білдіреді. Электронды есептеуіш машинасы ақпараттарды белгілі бір алгоритм бойынша қабылдап, өңдеп, сақтап, қағазға шығаратын машина болып табылады. Компьютер дәуірінің алғашқы кезеңдерінде компьютер есептеу үшін қолданылса, қазіргі таңда компьютер басқару үшін қолданылады. Негізгі есептеу тарихына көз жүгіртсек, алғашқы есептеулер саусақ арқылы, ағаштар, жіптер және тастар арқылы болған. Бұдан кейін 2000-5000 жыл бұрын есепшоттар пайда бола бастады. Бірінші есепшот абак батыс Европада 5 және 6 ғасырда пайда болды. Екінші есепшот Қытай елінде 6 ғасырда пайда болды, суанпан деп аталды. Үшінші есепшот Жапонияда пайда болды, сарабон деп атады, 16 және 17 ғасырларда пайда болды. Есепшот Ресей елінде пайда болды, 17 ғасырда. Алғашқы есептеу машиналары логарифм сызғышы пайда болғаннан кейін пайда бола бастады. 1642 жылы француз математигі Блез Паскал 19 жасында өзінің механикалық есептеу машинасын құрастырды. Оның машинасы жетектерден және дөңгелектерден тұрды. Одан кейін Лейбниц машинасы осы Паскал машинасын ары қарай жетілдірді және оның машинасы қазіргі кезде қолданып жүрген калькуляторларға өте ұқсас болған. Одан кейін Беббидж 1833 жылы өзінің алғашқы бағдарламамен жұмыс жасайтын машинасын шығарды. Ол машинаны аналитикалық машина деп атады. Машина бағдарламамен жұмыс жасайтын болғандықтан Беббиджді компьютердің атасы деп атайды. 19 ғасырдың басында перфокарталардың негізінде есептеуіш машиналары құрыла бастады. Бұл машиналар қосалды, сұрыптады және кестелер бойынша басылымға шығарылды. Кейін абстрактілі тұрғыда алгоритм бойынша есептейтін Тьюринг машинасы және есептеу жүйесі қазірге өте ұқсас Сузе машинасы және автоматты тұрғыда есеп шығаратын Марк I Айкеннің есептеуіш машинасы пайда болды. Тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауап бер. Адамдар тастарды, жіптерді, ағаш таяқшаларды не қолданады? Чарльз Беббиджді компьютер атасы деп атайды. Есепшоттар әртүрлі елдерде қандай атауларға ие болды? Рахмет.